Мысыр пирамидалары. Суы жоқ, тіршілігі жоқ, Нуби шөлінде орналасқан Египет пирамидалары 7 кереметтің бірі. Египет пирамидаларының ең көнесі Джосер пирамидасы. Ол шамамен 5000 жыл бұрын тұрғызылған. Джосер пирамидасы көп сатылы құрылыс. Ол ұзыннан ұзақ басқыш тәрізді аспанға өрлей береді. Фараон Хеопс өз атын тарихта мәңгі қалдыру үшін Гиза аңғарында өзінің көзінің тірісі кезінде ең әйгілі пирамида салғызады. Ол пирамиданы салуға 20 жыл уақыт кеткен. Хеопс немесе Хуфу деп аталатын бұл пирамиданың биіктігі 147 метр, ал орналасқан алаңы 55.000 шаршы метр. 2,5-3 тонналық блоктарды бірінің үстіне бірін ептілікпен араларынан инетпейтін де етіп қалаған. Бұл пирамиданы тұрғызу үшін осындай тас блоктың 2,300,000 данасы пайдаланылған. Ніл өзенінің жағасынан Гиза жеріне дейін тас таситын жол салу үшін 10 жыл уақыт кеткен. Пирамиданы тұрғызу кезінде мыңдаған құл аспан айналып жерге түсетін ыстықта жұмыс істеген. Күндер өтті, айлар өтті, жылдар, ғасырлар өтті. Талай гүлденген қалалар су астында қалды. Адамзатты таңғалдырған талай мұралар күлге айналып атаусыз қалды. Бірақ қатал уақыттың бір ғана затқа әлі келмеген сияқты. Ол Египет пирамидалары.